Жыл сайын Қазақстанда 5-6 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдықтар түзетіледі. Құрметті оқырман, қоқыстардың азаюына, экологиялық қоршаған ортаға тигізетін зиянның азаюы үшін не істей аласыз? Үйдегі күнделікті тұрмыстағы қалдықтарды жеке-жеке жинау арқылы сіз күнделікті тасталатын қоқыстардың мөлшерін өңдеу мен полигондарда таудай болып еріп жататын қоқыс үйінділерінің көлемін азайта аласыз. Қалдықтарды жинай жүріп, зиянды материалдардан қалай аулақ жүретініңізді өзіңіз байқамай қаласыз. Экологиялық сала салдарымен күрескенше оның алдын алған әлдеқайда тиімді. Сондықтан дүкенге барғанда әрбір пластик пакетті ала отырып, оны тапсыратыныңызды да ойлаңыз. Аса арнайы қапшық қолданып, полиэтилен пакеттерді мүлдем қолданбаған жөн. Ал жинаған қалдықтарды өткізгеніңіз үшін тапқан ақшаға көңіліңізді көншітер, сыйлық жасауды әдетке айналдырыңыз. Сонда қоқыстар жинау, сұрыптау сізге ләззат сыйлайтын болады. Табиғатты аялап, қоршаған ортаға қамқорлық етейік.